Баршаңызға қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде әдеттегідей тағы да распаковка болады. 13-ке отырып, қазір складқа баратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал міне, біз складымызға да келіп жеттік. Қараңыздаршы, деген керемет күздің көрінісі. Керемет болып тұр мына жер. Қараңыздар. Біз ішке кіреміз қазір. Мен соңы. Міне складқа да келіп жеттік. Не деген очередь. Масқара очередь. Күтудеміз. Очередте құр тұрмайық деп, фикс прайсқа кіріп, заттарды қарап отырмыз. Ал міне біздің очередіміз жақындап қалды. Қазір товарымды алатын боламын. Ал міне достар, біздің заттарымызды алды. Қазір үйге барып, распаковка жасаймыз. Ал міне, үйге де келіп жеттік. Сім картамыз жақсы жоқ. Қазір. Үйге де келдік. Заттарымызды алып. Қазір ашамыз. Ал мінекей, қазір біз заттарымызды ашатын боламыз. Алдымен нан ашайық. Бұл бізде спортивный костюм. 1 килограмм 100 грамм болады салмағы. Қазір ашамыз. Ашеқа, сен маған көмектесін жатсың ба? Айскон. Қазір осындай спортивный костюм. Өзіме деп алдым. Өзімнің размерім. С начесом қыстың күні киюге. Не деп жазған? Сандербай дейді. Келесі бізде. Так, келесі. Тоже киім. 700 грамм салмағы. Салмағы 700 грамм. Осылай плащ. Көрмейсің. Хотя менде бұның қарасы бар. Дәл осы емес, бірақ енді қара цветі бар плащым. Қазір көрейік. Мынандай. XL. Апатема. Келесі бізде мынандай кішкентай ғана пакет. Ішінде қалып қойған носки болу керек. Алдын келген носкилерден бір ғана штук. 8-12 жасқа. Ал достар, бізде келесі 1 килограммға ровно люстра келген болатын. Бұл бізде қазір көреміз қандай люстра екен. Мен негізі не цветін заказ берген болатынмын. Золотистый. Маған қара цветін салып жіберді. Вообще дұрыс емес. Даже лампалары да жоқ. Қайда? Түсінбедім. Лампаны өзіміз қоямыз ба? Кәдімгі лампочканы. Мына ұнамады бізге. Ладно. Маған ұнап тұрған жоқ. Так, келесі бізде Былай ашайық.
картинка заказ берген болатынмын. Салмағы почти 3 килограммға шықты. Өте ауыр болды. И доставкасына де көп ақша төледік. Енді ол төлеген ақшамызға стоит па? Қарап көрейік. Үйдің сәнін көркін келтіретін заттар алайын деген ойда алған болатынмын. Вроде бы әдемі. Әдемі сияқты. Әдемі, е? Анықтап көрсетті анайда. Мынандай золотистый неде. Мынандай шетін көрсет. Мындай әдемі болып тұрады. Осылай іліп қоямыз. Үйдің бір бұрышына. Келесі. Қазір. Келесі бізде. Бұл да люстра болатын. Бұны қалай шығатынын көреміз қазір. Асёка, не мешай нам. Асёка. Достар, негізі бұны да мен золотистый цветіне заказ берген болатынмын. Бірақ маған ақ цветіне келді. Осындай люстра. Асёка. Осындай, енді басқаша тұрады. Осындай люстра. Негізі видеода барлығы басқаша болатын сайтта. Осы жолғы алған заттарым қатты ұнап тұрған жоқ. Ал достар, біздің алған заттарымыз сіздерге ұнаса, лайк баса өтіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийлерде жазсаңыздар, сіздерге жауап қайтаратын боламын. Келесі видеомызды күтетін болсаңыздар, бізге тіркеліп қоңырауша баса өтіңіздер. Баршаңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.